Оның үстіне Дорогие друзья, посмотрите это видео до конца, и вы навсегда забудете о бедности. А теперь внимательно. жесір әйелдің баласы болған баланың қоғам алдында жауапкершілігі 2-3 есе жоғары болады. Өйткені ол әке шешесі бар толық отбасының баласынан кем болмау керек бірінші. Екінші, өзінің намысын жерге таптатпау керек, жігерін мұқалтпау керек. Және кімнің алдында әкеге байланысты. Атам қазақ айтады, бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды дейді. Ол шын сөз, ақиқат сөз. Мен оны әкесіз өскен адам ретінде толыққанды айта аламын. Түрлі дәлел келтіре аламын. Мен нағашыларымның тәрбиесінде өстім ғой енді. Әке орнына әке бола білген анамның ағалары, інілері болды, яғни бауырларының тәрбиесінде өстім. Бірақ атамның, әжемнің бауырында еркін өскеннен кейін әке деген сөздің мән мағынасын өте жоғары түсініп өстім. Әкем сіз өткен күндерімді білмедім былай айтқанда, сезбей де қалдым. Бірақ саналы азаматсың ғой, қарап отыратын болсаң, әкенің тәрбиесі айрықша. Мынау балаға ат қоюдан бастап, баланың өмірге келген саятынан бастап, әке мен баланың айырмашылығы, бір-біріне бауыр басуы ерекше нәрсе. Бүгін біз содан ажырап қалдық. Ұлттың ұяты кіндікте болатын. Ұлттың ұяты кіндіктен төмен түсіп кетті қазір. Ұят деген адамға бір-ақ рет берілетін өлім мен өмір сияқты. Өмірге адам бір-ақ рет келетін болса, ұят та сондай. Ұят бір рет өзінің бетіне шіркеу түсіріп алатын болса, сол күннен кейін адамның еті өліп қалады. Үйреншікті, қалыпты нәрсеге айналып кетеді. Біздің қоғамда өкінішке қарай осындай жағдай белең алып кетті. Ұлға байланысты, қызға байланысты болсын. Бұның барлығы айналып келгенде қоғамдағы әкенің рөлі, әкенің салмағының төмен түсіп кеткеніне байланысты. Біз батыстық системаға сәйкес қазір феминизм деген нәрсені желеулеп жүрміз ғой. Феминизмнің көкесі шын мәнінде алаш қайраткерлерінің еңбектерінде. 21-22 жылдардағы алаш қайраткерлерінің жазған еңбектерін ашып қарайтын болса, қоғамдағы әйел мен еркектің салмағы, мінезі қандай болу керек деген нәрселер айтылады. Солардың барлығы бізге жаңаша түсіндірілуі керек деп ойлаймын кейде. Одан кейін өкініштісі, бүгін мынау шығыс халықтары батыстың мәдениетіне еліктеп солықтап бітті. Ал батыстың бізге келіп жатқан нәрселерінің бәріне біз мынау керемет нәрсе екен, мынау демократия екен, мынау еркіндік екен деп алып отырмыз ғой. Оның бәрі біздің қанымызда бар нәрсе. Бірақ біздің батыстың демократиясы деп жүргеніміз, батыстың еркіндігі, батыстың адам құқығы деп жүргеніміз түк емес екен. Көріп, мынау айналамызда болып жатқан соғыстарды қараңыз. Ең әділетті деген батысымыз не істеді? Ең адам сүйгіш, адам құқығы деген батыстың қырғиқабақ соғыстарда адамның құнының қаңбақ құрлы қадір қасиеті қалмағанын көрдік қой. Бұның бәрі айналып келгенде шығыстың өркениетін талқандау, шығыстың өркениетін жоққа шығару. Ал шығыс өркениетінің ең бір салалы тармағы ер адамның рөлі еді. Ер адамның қадір қасиеті еді. Біз осыдан түбегейлі айырылып қалдық өкініштісі. Сондықтан да қоғамда ер адамның қадір қасиетін қайтадан тұғырына қондыруға әрекет жасау керек. Ол үшін ұлды ұлша, қызды қызша тәрбиелеу керек. Ахмет Байтұрсын айтып кетті ғой, баланы ұлша тәрбиелесең ұл болады, құлша тәрбиелесең құл болады деген. Өкінішке қарай біздің қоғамда ұлдың рөліне емес, құлдың рөліне көбірек басым беріліп тұр. Өйткені біз жалданып өмір сүруге арланбайтын жағдайға жетіп қалдық. Ал қазақ өз мемлекетінде жалданып өмір сүруі, өз мемлекетінде жалданып күн кешу ол қасірет шын мәнінде. Ал адамның бұл ұлттық намысының инстинкт өлуі. Ұлттық намыс өлген жерде деградация басталады, қоғам тоқырау. Өкініштісі соның бәрі айналып келгенде ер мінезді деген бір-ақ ауыз сөзді құрайды. Сондықтан да әкенің де ананың да тәрбиесі қоғамға айрықша үлес қосуы керек. Қазақ оны бір-ақ ауыз сөзбен түйіндейді. Әкенің қаны, ананың ақ сүті дейді. Сол қан мен ақ сүт деген сөздің мән мағынасын дұрыс ажырата білуіміз керек. Біз мақтанамыз ғой, қазақ деген жеті атасынан бастап қыз алыспаған, жаңағыдай қыз бермеген еліміз деп. Жақсы, ол біздің қазақтың таза қан болып сақталуындағы бір белгілер еді. Бүгін сол жеті атаның қадір қасиеті мына жағдайға қалай өзгеріп кетті? Қазақтың қыздары шетелдіктерге тұрмысқа шығып жатыр. Жарайды, ол мынау түрік халықтарына, мұсылман халықтарға тұрмысқа шығып жатса бір сәрі ғой. Анау зәңгілерге, нәсілі бөлек, түрі бөлек, түсі бөлек ұлттарға кетіп жатқан қазақтың қыздарын көреміз. Бұның барлығы қоғамдағы ер азаматтың осалдығына байланысты болып тұр. Айналып келгенде бір-ақ ауыз сөз, ер азамат өзінің ері деген сөзіне лайық болуы қажет. Бүгінгі қазақтың басты дерті, айықпас дерті сананың кемдігі. Ұлттық сананың кемдігі. Қазақ құлдық психологиядан арыла алмаған. Мына өткен 30 жылдың ішінде бұл аурудан есін жинап, айығып кетуі тиіс еді. Өкініштісі, біз құлдық психологияға түбегейлі кіріп кеткеніміз. Өз елімізде өзімізді кем санаймыз. Өз елімізде өзіміздің тілімізді, дәстүрімізді, мәдениетімізді асқақтата алмаймыз. Өз елімізде жүріп, өзгенің қаңсығын таңсық көріп, соны төбемізге шығарып, соған құдайдай сыйынып, иланып отыратын жағдайға жетіп қалдық. Ұлттық сананың кемдігінің көрінісі бір орыс тұрса, я болмаса бір өзге ұлт емес, өзге этнос өкілі тұратын болса, соның алдында біз халықаралық қатынас тілі дейтін тілде сөйлеуге дайын тұратын жағдайға жеттік. Бұл ұлттық сананың кемдігі. Осыдан айығатын болса, қазақ мықты болатын еді. Неге? Өйткені мен мынау үлкен мегаполис Алматыда тұрамын. Осы Алматының ішіндегі көптеген көше аттары, ғимараттың аттары, анау ашылып жатқан кафе, мейрамханалардың аттарының барлығы қазір өзге тілдерде сайрап тұр. Осы Алматыда өзге байдан саған қатын құсап жүрген көптеген кәсіпкерлер бар. Бұл деген Верный деген Алматыда дүкендер желісі өте көп болып кетті. Одан кейін Алма Ата деген дүкендер көп. На Ленина деген бар. На Ленинка деген кафелер ашылып жатыр. Өте көп қаланың желі ретінде ашылған, қаланың түкпір-түкпірінде бар. Бұл нені білдіреді? Бұл
білдірмей ғана сыналап бізге өткенді кіргізіп жүр. Верный деген ана оқыған сайын бізге көзімізге қалыпты болып бара жатады. Орыстар келіп 1854 жылы осы Алматының орнына Верный бекінісін салып бергенге дейін Алматыда қала болмақ па, Алматыда адам тұрмақ па екен, Алматы деген арал болып па сонда. Алматының тарихы анау Талхирден басталады, қазіргі Талғар қаласынан мәселен. Оның алдында Алмалыбақ тұрған бұл жерде. Бұл қаланың 2000 жылдық тарихы бар шын мәнінде. Оны археологтар дәлелдеп көрсеткен. Ал енді бұл қалада кеше Алаштың мықты тұлғалары, айтулы азаматтарымыз алшаң басып жүрген жерлері. Біз өкінішке қарай ұлттық идентификация мен бірегейлігімізден айырылып жатырмыз. Күн сайын айырылып жатырмыз. Бұның барлығы біздің көрсоқыр болып, құлағымыз тас керең болып, тіліміздің кесіліп қалып, мылқау адамның күйін кешіп қалған бейшара сорлы халық екенімізді көрсетіп тұр. Мен қазақты шын мәнінде жақсы көремін, бірақ ұлттық сананың кемдік жағдайына түскен, жансақтау бөлімінен айықпас дертке шалдығып төсектен тұра алмай хәл харекетсіз жатқан халыққа қарап не күтуге болады? Бұл шын мәнінде ұлттық сананың кемдігі. Қазақтың ең үлкен қасіреті де, ең үлкен ауруы да, егер болашақта қазақ ұлт ретінде сақталып қалатын болса, осы ауруынан, осы асқынып кеткен мерез болып мойнына қатып қалған дүниеден арылып кету керек. Мен дүниеде бір ұлтты білем, бұл қаһарман ұлт деп білем. Бұл яһудилер, еврейлер. Мен еврейлерді сүйетін, еврейлерді жақтайтын топтан емеспін. Бірақ таңғаламын, тамсанамын. Неге? Әлдеқашан өліп қалған тілін, анау иврит деген тілді, ең көне тілдің бірі, соны тауып қайтадан жаңғыртып әлемдік тілге айналдырды. Қолданысқа енгізіп жіберді. Қарап көріңіз. Тура сол еврей тілінің құрдасы болған, сол ескі заманнан келе жатқан латын тілі деген болған. Ал бүгін латын тіл деген бізде термин тілі ғана. Латын тілін біз қайдан білеміз? Медициналық дәрілердің аттарына қарағанда терминдерді білеміз. Одан кейін мынау қолданып жүрген геометрия, математикалық ұғымдарды, я болмаса формулаларды ғана қалды. Болды. Латын тіл деген басқа тіл жоқ. Тек қана латын әліпби ғана сақталды. Латын деген ұлттың өзі жер бетінен жойылып кетті. Көрдіңіз бе? Ал еврейлердің мықтылығы дүниенің әр тарапына босып қаңғып жүрген ұлт өзінің ұлт екенін дәлелдеп мемлекет құра алды және жаңа технологияның дамыған, күшті, қуатты мемлекет екенін көрсетті. Сонымен қатар ғылымның, медицинаның, әдебиеттің отан екенін көрсетті. Әлемдегі ең үлкен сыйлық Нобель сыйлығы. Нобель сыйлығын алғандардың 70% яһуди ұлтынан шыққандар екен, ойлап көріңіз. Сонда әлемдегі ең ақылды халық екенін өздерін көрсетіп берді бұлар. Міне, мықты ұлт. Егер қазақ осындай ұлт болатын болса, өзінің тілін, мәдениетін осылай сақтап қалу керек. Ол үшін біз бір адам, бір жүрек қағидасымен өмір сүру